Қордай ауданына қарасты Бетқайнар ауылында шағын футбол алаңы күрделі жөндеуден өтті. Біраздан бері қалыпқа келмей, қарашаның қолдануына жарамай тұрған нысан ендігіне ауыл жастарының қайта айналып келетін орнына айналды. Бір ай ішінде жөндеу жұмысы аяқталған бұл нысан жуырда ел игілігіне қызмет етеді. Аймақтағы жастардың жаттығатын орнына айналар мекенге жергілікті бюджеттен 16 миллион теңге бөлініпті. Жұмыс барысында жер тегістеліп, алаңның негізі жаңарды деген ауылдық округтың әкімі ең бастысы 924 шаршы метр аумақта жасанды көгал ауыстырылды деп отыр. 6 жарықшам да жаңарыпты. Бетқайнар ауылдың футбол алаңы 2016 жылы салынған. Одан кейін 2016-тан бері мына 10 жыл өтті. 10 жылдың ішінде ешқандай демонтажды жұмыс өткізілмеген. Биылғы жылы 16 миллион 600 мың ақша бөлініп, майдың басында осы футбол алаңының жұмысын бастадық. Майдың аяғында бір ай ішінде осы жұмыстың бәрін аяқталдық. Ауылдағы футбол алаңының жаңарғанына тұрғындарда дән риза. Заманауи талапқа сай жабдықталған нысан ендігіде бұқаралық спортты дамытып, азаматтардың өзара жарыс өткізуіне де сеп болмақ дейді олар. Ремонт істеді, жаңа газон салды. Сол кешке балдармен ойнаймыз, матч етіп, ауылдың ішінде дружно проводить етеміз. Жақсы істеді біздің әкіміз. Күрделі жұмыстар жүргізіліп, қазіргі таңда біз орталық өзіміздің мини футбол алаңында жасөспірімдермен және спорт сүйер футболшылармен кешкі жарықпен доп ойнап жүрік. Күрделі жұмыс жақсы атқарылып, қазір мына әкіміміз жұмыстарын атқарып, бітіріп, бізге сол алаңды беріп, жасөспірімдеріміз сояқта жаттығып,